Балалар, қазір математика сабағы. Математика пәнінің ортақ тақырыбы сәулет. Ал бөлімшесі шеңбер, дөңгелек және оның элементтері. Сабақтың мақсаты шеңбердің не екенін білетін боласың, шеңбер сызуды үйренесің. Балалар, математика пәнінен бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатына жету үшін қазір сендерге видеоресурс ұсынамын. Берілген видеоресурсты мұқият тыңдай қойыңдар. Бүгінгі сабақта шеңбер мен дөңгелек деген не екенін білетін боламыз. Егер саптаяқты қағаз параққа қойып, түбін қарындашпен айналдыра сызсақ, онда шеңбер аламыз. Бұл тұйық сызық. Егер шеңбердің ішкі бөлігін боясақ, онда дөңгелек пайда болады. Дөңгелек бұл жазықтықтың шеңбермен шектелген бөлігі. Шеңбер бұл дөңгелектің шекарасы. Бізді қоршаған ортада көптеген зат шеңбер немесе дөңгелек түрінде болады. Құрсау, обруч, бекітілген белбеу, сақина шеңбер түрінде болады. Сағат, тәрелке, монета дөңгелек түрінде. Есте сақта, дөңгелектің шекарасы шеңбер. Шеңбер барлық нүктелері бір жазықтықта және центрден бірдей қашықтықта жататын тұйық сызық. Дөңгелек жазықтықтың шеңбермен шектелген бөлігі. Шеңбер мен дөңгелектің элементтері: шеңбердің центрі, дөңгелектің центрі, шеңбердің радиусы, дөңгелектің радиусы. Шеңбер сызу үшін циркульді қолданады. Циркуль сөзі латынның циркулюс сөзінен аударғанда дөңгелек дегенді білдіреді. Шеңбер сызу алгоритмі. Бірінші, жазықтықтан О нүктесін белгіле. Бұл шеңбердің центрі. Екінші, сызғыштың көмегімен циркульдің аяқтары арасындағы қашықтықты анықта. Бұл шеңбердің радиусы. Циркульдің инесін шеңбердің О центріне қой. Циркульдің аяғымен шеңбер сыз. Түсіндірмені көріп болсақ, дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күн атауын жазамыз. 23 қараша. Бүгін бізге берілген сан 23 саны. 23 санын барлық талаптарға сай көркем етіп жазамыз. Бірінші оқу тапсырма, оқулықтың 31 бетіндегі номер 4 тапсырманың асы. Бұл жерде дәптеріңе циркульдің көмегімен радиусы 2 см, 3 см, 1 см болатын шеңбер сыз. Бұл жерде енді балалар циркульді қолданамыз, жаңа жоғарыда көрсеткен үлгіге қарап. Келесі оқу тапсырмамыз оқулықтың 32 бетіндегі 7 тапсырманың 1 және 2 баған орындаймыз. Мұндағы басшылыққа алатын дискриптор кіші өлшем бірліктерін айналдырады, шамаларды салыстырады және көркем әдемі етіп жазамыз. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, әдеттегідей сабағымыздың соңындағы кері байланыс береміз. Үш леп белгісі маған бәрі түсінікті болды. Леп белгісі және сұрақ белгісі әлі де сұрақтарым бар. Және сұрақ белгісі әлі де көмекті қажет етемін деген белгіні қоямыз. Ендеше бәрі түсінікті болса, сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа дайындаламыз.